студенттер, бүгін біздер сапалық талдау бойынша практикалық сабаққа келіп отырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз қандай біздің, білдіңіз бе? Күшті және сіздерді білдіреді. Сол уақытта біздер ары қарай бізде сценарий бар, сол сценарий бойынша біз жүргізетін боламыз. Енді бұлар туралы қазір сабақта осы білімдерімізді көрсететін боламыз. Барлығымыз ойымызды жинақтап, ортаға саламыз. Енді біз сабақта бастамас бұрын мен сіздерді топқа бөліп алғым келіп тұр. Қазір мына жерде формулалар берем. Сол формулалардан сіздер қайсынан күшті электролит көріп тұрсыздар, солар бірінші топ, мына топ, екінші топқа буферлі ерітінділер, үшінші топқа тұздар, гидролиз. Сол формуладан өздерің қарайсыңдар да қайсына жатқыза аласыздар, сол арқылы орналастырамыз. Кезекпен ала қойыңыздар. Түсіндік қой, былай үш-үштен отыра қойыңыздар. Әлсіз электролит. Күшті әлсіз бірінші топ. Тез-тез орналастырып бағдар, тез-тез. Бірінші топ. Тұздар, гидролиз дұрыс. Үшінші топ. Түсіндік қой, сөйтіп бәрін. Буфер. Екінші топ буфер. Әлсіз деп ойлап тұрмын. Қайсына штат бар? Екі зат тұр ғой, сол сөзді күшті әлсіз. Сіздеріңіз, сіздікі тұздар гидролиз. Сіздікі? Жоқ. Тұздар гидролиз. Дұрыс. Буфер. Сіздікі? Тұздар гидролиз. Мен бүгін бағалауды өздеріңізге бергім келіп тұр. Сіздер енді болашақ мұғалімсіздер ғой. Сіздер әзір бүгінгі осы оқуға түскен күннен бастап бағалауды да үйрену керексіздер. Әділ бағалау керек, жан-жақтың бәрін қарастырып бағалайсыз. Қарайсың, мысалы, кім жақсы қатысып жатыр? 1-ден 5 аралығында. Жақсы ма? Ең жақсы қатысқан адамға 5, орташаға ары қарай төмен қарай 1-2. Жақсы ма? Біздің сабағымызда көріп тұрсыздар, 3 түрлі тапсырма орындаймыз. Енді бізде бірінші тақырыпты шығармашылық жағынан, зерттеу жағынан ашатын боламыз, және есепке шығарамыз. Бірінші тапсырмаға кірсек, бізде бірінші тапсырма шығармашылық тапсырма, мнемо коллаж деп аталады. Яғни коллаж. Мен сіздерге мынадай карточкалар беремін. Сол карточкаларды өздеріңіздің неңізге, тақырыбыңызға қарай ашатын боласыздар. Түсіндік пе? Сол коллажды орналастырып, кесте салып, сосын осы суреттерді сөйлетеміз. Сосын сол коллажды плакатқа, батымға орналастырып қорғайтын боламыз. Жақсы ма? Осы коллажмен жұмыс барысында жаңа топта бағалайтын адам және қадағалап отырасыздар. Кім белсенді, кім орташа. Мына плакатты бір-бірден ала қойыңыз. Бір балды екі адам алуға болмаймыз. Болады. Енді екі адам активный қатысуы мүмкін. Үш адам активный. Мына жерге бәрін жинап алып. Сіздер мына топқа коллажды орналастырасыздар. Уақыт беріледі. Уақытты пайдаланыңыз. Күшті негізі бар да, мына. Сіздер тұздар гидролиз емес па? Түсіндіңдер ма? Мынау не? Де ойлайсың? Сағы неге ішті? Сағы не ішті? Әлсіз. Жоқ, жалпы не дейміз сағында? Бізде, например, қан слишком проносимый, сол сураны қолданады. Сосын, что еще было? Қандағы? Мен қарай жазасың. Жоқ, мен қарай жазасың. Жаңа қорғаныш қызметінің мәні pH мәнін тұрақты сақтай алу қабілеті болып табылады. Жаңағы қорғаныш қызметінің механизмі бұл екіге бөлінеді, қышқылдық буфер және негіздік буфер болып. Жалпы негіз немесе қышқылдық ысытқанда оны жұтып жіберіп тұрақсыздандыруды айтады, яғни pH мәнін тұрақты сақтай алады.
буферлік жүйе. Бізде қандағы буферлік жүйе біз қанның құрамындағы қышқыл мен сілтілік тепе-теңдікті сақтап отырады. Оның pH мәні 7-4 арасында болып тұрады. Және де осы қандағы буферлік жүйесі болмаса, бізде тіршілік организм осы қоршаған ортада болмаса тіршілік ете алмайды. Бізде қандағы буферлік ерітінді бізде биокарбонат, фосфат, белоктағы аммиак деп бөлінеді. Ерітінді қышқылдық ортада бізде мысал ретінде сөйлетсе сірке қышқылы белгіленген. Сірке қышқылы бізде ас үйде көбінесе қолданылады. Қышқылдық ортада буферлік ерітінді бар, pH мәнін тұрақты ұстап тұру үшін қажет. Сірке қышқылына біз натрий оксидатын қоссақ, ол бізде буферлік ерітінді болады. Натрий тұзы сірке қышқылының құрамындағы артық қышқылды басып тастау үшін. Бұның түрлері бар. Фосфатты буфер, органикалық қышқылдардың буфері бар. Тағы да басқалары бар. Тағы маңызын айта кететін болсақ, ол өсімдіктің жақсы өсуіне әсер етіп, олардың құрамындағы ферменттерді қалыптастырып отырады. Штурм деп айтады. Орыс тілінен сондай жасаған болатынбыз. Яғни осы жерде тақырыпқа байланысты суреттермен байланыстырып, кірістіріп, ассоциация жасадық. Бізде алдарымызда бірінші ортада көріп тұрғандай таразының суреті. Неліктен деуіміз мүмкін? Себебі бізде күшті және әлсіз электролиттерді анықтауда диссоциация және иондану процесі өте маңызды болып келеді. Соның ішінде иондану процесіне келетін болсақ, ол практикалық жүзінде қайтымды процесс болып келеді. Сонымен қатар иондар арасында тепе-теңдікке алып келеді. Ол жердегі бізде таразы дәл осы тепе-теңдіктің символы болып тұр. Келесі бізде осы процестер арқылы күшті және әлсіз электролиттерге шолу жасай аламыз. Суда және басқа да еріткіштерде толықтай диссоциацияланатын заттар. Күшті электролиттер бізде электр тоғын өткізгіш заттар, күшті негіздер және еритін тұздар болып көп жағынан қарастырылады. Яғни күшті қышқылдардың ішінде H-хлор, H-йод, H-бром, H2SO4 деген секілді қышқылдар болатын болса, күшті негіздерде натрий гидроксиді, калий гидроксиді, тағы да басқалары бар. Ал міндетті түрде еритін тұздарға келетін болсақ, натрий хлориді, барий сульфаты секілді тұздарды қарастыруымызға болады. Әлсіз электролиттер суда ерігенде толық диссоциацияланбайды, яғни белгілі бір аз бөлшегі ғана диссоциациялауға ұшырайды, қалғандары молекула күйінде қалады. Жалпы мына жерде көрсетілгенде бізде тоқ көрсетіліп тұр, яғни ол тоқ жүргізбейді, яғни нашар жүреді, себебі онда иондар аз болғандықтан, және де онда диссоциациялану дәрежесі альфа бірден кіші болып келеді. Жалпы әлсіз электролиттерге әлсіз қышқылдар, тұздар, негіздерді айтуға болады, яғни негіздер ерімейтін негіздерді айтуға болады, және де сірке қышқылы, көмір қышқылы, сонымен қатар күкіртсутекті де айтуға болады. Ол жаңағы әлсіз электролиттер сияқты суда толық диссоциацияланбайды. Оның молекулалары негізінде бейтарап болып қалады. Сондықтан ол тоқты өте нашар өткізеді. Ол бізде көптеген салаларда қолданылады, медицинада, фармацевтика, өндірісте көптеген заттарды қолданады. Тұз иондары мен су иондарының әрекеттесу кезінде бізде алмасу реакциясы жүреді. Осы кезде егер бізде әлсіз электролиттер түзілетін болса, онда бұл тұздар гидролиз деп аталады. Сонымен қатар тұздар гидролиз үш түрлі мәнде жүреді. Біріншісі бізде қышқылды орта, яғни мұнда pH мәні 7-ден төмен болса қышқылды орта болады. Екіншісі бізде бейтарап орта, яғни pH мәні 7-мен тең болатын болса, онда бізде бейтарап орта болады. pH мәні 7-ден үлкен болатын болса, онда бізде сілтілік орта болады. Ортаны көрсетеді. Күшті қышқыл дедіңіз ба? Қышқылды орта. Қайсы күшті соның ортасы болады, егер қандағы pH өзгерсе не болады? Сол жерде қан плазмасы қышқыл буферлік жүйе бойынша сіздер қысқаша осыны қорғап алып шығамыз, астында бір жазып тұрып
мен қант плазмасының менің pH мәнім 7,4 болу керек. Егер менің өміріме қышқыл мен негіз түссе, менің өміріме қауіп төнеді. Мен қышқылмын. Мен дене шаршағанда пайда боламын, сол үшін қышқылды жіберемін. Мен сілтімін. Егер мен қанның құрамында көбейіп кетсем, қан сілтеленіп кетеді. Мен буферді жүйемін. Мен екеуінен де бермей тұрақтылықты сақтап тұрамын. Егер қышқылға түсіп кетсе, бейтарап кетеді, сілтеге түссе, реакцияға түсіп кетеді. Сондықтан Мен дәрігермін. Қандағы негізгі буферлік жүйе бұл көмірқышқыл гидрокарбонат буфері. Ол мәнді сақтап, ағзаны тұрақты ұстайды. Мен буферлі жүйенің арқасында аман қалдым. Біздің топқа күшті және әлсіз электролиттердің табиғаттағы миссиясы бойынша рөлдік тапсырма берілді. Және бұл рөлдік тапсырмамыздың мақсаты химияда болса, күшті және әлсіз электролиттің тек химиядағы реакцияларда ғана емес, өмірдегі табиғатта, қолданыста, тәжірибелерде жасалынатынын және олардың пайдасы, маңызын түсіндіру болып табылады. Ендіге ортаға алғашқы электролит кейіпкерімізді шығарайық. Мен қышқылымын. Мен асқазан шырынының құрамында 0,05% шамасында боламын. Ферменттерді белсендіремін. Және де мен егер мен көбейіп кетсем, гастрит немесе асқазан жарасы пайда болады. Ал егер азайып кетсем, ас қорыту жүйесі бұзылады. Мені дәрігерлер бейтараптандыру үшін антацид дәрісін қолданады. Мен сірке қышқылы әлсіз электролитпін. Тағам өнеркәсібінде E260 тағамдық қоспаларында қолданыламын. Және сонымен қатар мен қоспаларды көп уақыт сақтауға қолданыламын. Себебі мен бактериялардың көбеюін қорғаймын. Және сонымен қатар халықта тұрмыста мен әйнек тазалауда және дезинфекцияда қолданамын. Бірақ та менің көптеген концентрация күйікке алып келеді, сондықтан да абайлап қолдану қажет. Мен натрий хлормын, ас тұзы, күшті электролит болып табыламын. Адам ағзасында менің шамамен мөлшері 0,9 ерітінді түрінде болу керек. Бұл нормалдық концентрация. Және тағамға асқа дәм беремін, бірақ оны көптеп қолдануға болмайды, себебі гипертония немесе жүрек ауруына әкелуі мүмкін. Мен натрий гидроксиді күшті негіз, менің екінші атауым каустикалық сода. Өндірісте менсіз ештеңе жасалмайды. Қағаз шығару, қағаз жасау, сабын жасауда және маталарды ағартуда, тұрмыстық жағдайда майларды ерітуде мен қолданамын. Және әлем бойынша мен жылына 60 миллион тоннадан астам өндірілемін. Және бірақ мен қауіптімін, теріге тисем күйдіремін. Мен ауыл шаруашылығына маңызды рөл атқарамын, себебі менің құрамында азот бар. Өсімдіктің өсуіне қажетпін. Менен несеп нәр, аммоний тұздар жасалады, оларды ауыл шаруашылығында қолданылады. Және мен медицинада қолданамын. Мысалы, адам есіне танып қалса, мені ескертсе, ол тынысы ашылады. Табиғатта күшті электролит болсын, әлсіз электролит болсын, олардың әрқайсының орны бөлек. Ең маңыздысы олардың шегін сақтау керек. Олар тым көп болса да, тым аз болса да өзінің зияны мен пайдасын тигізеді. Келесі топ сізді шығарып қояйық. Табиғи газдар, азот, оттек, көмірқышқыл газдары, одан кейін бізде өнеркәсіпте немесе машиналардың моторларынан шығатын SO2, SO2, азот оксидтері сияқты әртүрлі газдар шығады. Осылардың барлығы жаңбыр суы түзілген кезде сол су буларымен бірігіп қышқыл түзеді, және ол топырақта бізде тұз топыраққа түсіп, олар тұздардың гидролизіне ұшырайды, металдармен бірігіп. Мысалы ретінде Тақташ зәрі. Мысалы мен бормын, карбонатты. Мен жаңбырдың әсерінен менің қышқылдығым көбейеді. Осылай менде гидроксид түзіледі, содан кейін топырақтың тұздануын алып келеді, және натрийдің иондары бізде топырақтың физикалық қасиетін бұзады. Бірақ оның көп мөлшерде болуы топырақтың тұздануы бізде өте аз мөлшерде болуы бізде топырақтың ешқандай қасиетін бұзбайды, себебі бұл бізде бейтарап орталады. Ас қорыту, метаболизм, энергия алмасу процестерінде жүреді. Сондай-ақ өндірісте сабын алу, қант алу,
дәрілер өндірісінде де қолданылады. Экологиялық маңызы ластаушы заттардың гидролиз арқылы оларды гидролизденіп жібереді. Бұл жерде А деңгейі, Б деңгейі, С деңгейі. Яғни өзінің жеңілдігіне қарай әркім өзінің деңгейін таңдап шығарамыз, иә? Біреу мынаны шығарғысы келіп жүр, А деңгейі. Біреу С деңгейін шығарғысы келіп жүр. Дәптерімізді ашып, есептерімізді шығара қояйық қазір. Үлгергенімізше. Дәнс дегенде билейміз. Жамп дегенде секіреміз. Рахмат. Жамп. Жамп. Жамп дэнс. Дэнс билейміз. Дэнс деп атқанда билеп атамыз. Стоп. Ол. Жүреміз. Стоп. Ол. Стоп. Үшіншісі. Ол. Рахмет, рахмет. Өте жақсы қатыстыңыздар.